Так, сіздерге тағы бір пайдалы ақпарат болсын. Жалпы маған осы көп сұрақтардың бірі остеохондроз туралы. Остеохондроз дегеніміз жалпы не? Остеохондроз дегеніміз омыртқааралық дискілердің қабынуы немесе тозуы. Ең жиі кездесетін себебі осы, иә. Жалпы ол қай жерде болады? Біздің мойнымызда, арқамызда, белімізде кездеседі, иә. Массаждың пайдасы не оған? Массаждың пайдасы бұлшықеттің түйілуін жояды, қан айналымды жақсартады, ауырсынуды басады, қимыл белсенділігін арттырады, жүйке жүйесін тыныштандырады, иә. Қандай массаж қолданамыз? Нүктелі массаж и классикалық массаж ең қауіпсіз түрлері, иә. Классикалық массаж жалпы жеңіл ысқылау, сипалау, жеңіл қысу, дірілдету. Осы немен жүреді ғой, техникамен. Сол үшін қауіпсіз. Ал нүктелі массаж биологиялық белсенді нүктеге тікелей әсере отырып жасалатындықтан жүйке жүйесінің қалпына келуіне көмегі зор. Так, осылай, иә. Енді жалпы остеохондроз бар адамдар жеңіл жаттығу үй жағдайында, терең демалу, кеудені ашу, жеңіл жаттығу және де қатты емес жеңіл созылулар жақсы көмектеседі, иә. Енді жалпы әр нәрсенің болатын болмайтын екі жағы болады, иә. Соның енді осы қарсы көрсеткіштерін айта кетейін. Қарсы көрсеткіштері грыжасы бар адамдарға, одан кейін қан қысымы өте жоғары болып тұрған кезде, одан кейін аяқ ауыр кісілерге, иә, болмаса қатты қабынып тұрған кезде массаж жасалмайды. Ал пайдалы болса лайк басып қолдап кетіңіздер, ауырмаңыздар.